педагог психологмын. Балапан Бөбекжай балабақшасы 2012 жылы ашылып, маған осы педагог психолог кабинеті берілді. Педагог психолог кабинеті 4 аймаққа бөлінген. Ең бірінші аймақ ол менің жеке жұмыс аймағым. Бұл жұмыс аймағында өзіне арналған компьютер және қағаз шығаратын принтерім және орындық және өзімнің құжаттарым сақталған шкаф. Яғни бұл шкафта балалармен, тәрбиешілермен, ата-аналармен барлық жүргізген жұмыстарым осындай әртүрлі папкада сақталған. Сонымен қатар балалармен жұмыс жүргізуге арналған әртүрлі материалдар, кітаптар, өзімнің журналдарда жарияланған мақалаларым, пайдаланатын күнделікті кітаптарым, сонымен қатар ертегі терапиясына арналған, балаларға арналған әртүрлі ертегілер бар. Үшінші сөреде, яғни әртүрлі байқауларға қатысқан менің өзімнің жетістіктерім, яғни үздік психолог байқауына, психологтың әдістемелік қоржыны байқауына қатысқан жетістіктерім қойылған. Кабинеттің екінші аймағы кеңес беру аймағы болып табылады. Кеңес беру аймағында отыратын 2 орындығымен және стол әдемі гүлдермен безендірілген. Сонымен қатар жәшіктерде ата-аналарға арналған кеңес, жұмыс жоспары және стенограмма орналасқан жәшіктер бар. Кабинеттің 3-ші аймағы жеке түзету және топтық дамыту аймағы болып табылады. Бұл аймақта балаларға арналған әртүрлі ойындар, түзету дамытуға арналған ойындар берілген сөреде әртүрлі. Сонымен қатар балалардың жеке өздері ертегі терапиясына, өздері оңаша оқитын үйшік, балалармен жұмыс жасау үшін арнайы парта орындығымен, балаларға арналған құм терапиясы, музыкалық терапияға арналған колонкамыз, сонымен қатар аквариум, пуфиктарымыз, балалардың түзету дамытуына арналған әртүрлі ойындар осы сөреде сақталған. Балабақша психологының стенді орналасқан, яғни 4 бағытта жұмыс психологиялық диагностика бағыты, түзету дамыту, кеңес беру бағыты, профилактика бағыты бойынша мақсат міндеттері жазылған стенд орналасқан. 4-ші аймақ релаксациялық аймақ. Релаксациялық аймақ баланың жан дүниесіне тыныштық сыйлайтын, эмоциялық тепе-теңдігін қалыптастыратын жайлы орта. Релаксациялық аймақта балаларға арналған гамак, ат терапиясы, құрғақ бассейн және құрғақ жаңбырмен жабдықталған. Психологтың ата-анамен және педагогтармен бірлескен жұмысы баланың жарқын болашағына бастар маңызды қадам. Ата-ана мен педагог бала тәрбиесінде қос қанат болса, психолог сол қанаттың үйлесімді ұшуына бағыт беретін жан. Ата-анамен жұмыс барысында психолог отбасы мен бала арасында қарым-қатынасты нығайтуға, тәрбиедегі тиімді әдістерді ұсынуға көмектеседі. Педагогтармен жұмыс кезінде баланың психологиялық ерекшеліктерін ескеріп, оқу тәрбие үдерісін жеңіл әрі нәтижелі ұйымдастыруға бағыт береді. Балалармен түзету дамыту жұмысы әр баланың жан дүниесін түсініп, оның қабілетін ашуға бағытталған мейірім мен сенімге толы ерекше үдеріс. Бұл жұмыс барысында бала өз эмоциясын тануға, ойын еркін жеткізуге, қарым-қатынас жасауға және қоршаған ортамен үйлесімді байланыс орнатуға үйренеді. Түзету дамыту сабақтары арқылы балалардың танымдық қабілеті, зейіні, есте сақтауы, ойлауы мен сөйлеуі дамып, өзіне деген ерекше сенімділігі арта түседі. Әрбір ойын, жаттығу мен шығармашылық тапсырма баланың жүрегіне жол тауып, оның тұлғалық дамуына ықпал ететін маңызды қадам. Жылы атмосферамен дамытушы ойындар арқылы бала мейірімділікке, сабырлылыққа және өз сезімін дұрыс жеткізуге үйренеді. Психолог кабинеті баланың жүрегіне жол табатын, қуаныш пен сенім сыйлайтын, шығармашылық пен қолдау мекені.